Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жазды күні ыстықта каркадеден салқын сусын дайындаудың жолын ұсынатын боламын. Жасалу өте оңай. Видеоны мұқият соңына дейін қарап, өз кәдеңізге жаратыңыз. Салқын суымызды газымызға қойып, қайнағанын күтетін боламыз. Бұл жерде 5 литр шамасында су пайдаланып жатырмын. Қақпағын жауып, қайнағанын күтемін. Мінеке, қайнап бастап жатырған сәтте 200 грамм секерімізді салып, жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Егер өте қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, 200 граммнан артық қосуға болады. Мен балаларға беретін болғандықтан және сусын ретінде салқындатып ішетін болғандықтан өте тәтті болғанын қаламаймын. Маған сол 200 грамм жеткілікті. Енді газымыздың астын баяу қойып, 4 ас қасық каркадемізді салып, араластыратын боламыз. Каркадені салған кезде қайнатпаймыз, тек қана 1-2 минут шамасында баяу отта түсін өзгергенше күтетін боламыз. Мінеке, түсі өзгеріп жатыр. Баяу отта 1-2 араластырып жібереміз де газымызды сөндіреміз. Сол кезде каркаденің пайдасы дәрумендері суға сіңетін болады. Қақпағын жауып суығанын күтеміз. Мінеке, біздің сусынымыз дайын болды. Енді ыдыстарымызға құйып, холодильнигімізге салқындатуға жіберетін боламыз. Міндетті түрде сүзіп алуды ұмытпаңыздар. Каркаденің пайдасын айта кететін болсақ, көмір суға, сонымен қатар витаминге, антиоксиданттық қасиетке ие, амин қышқылдарына бай, макро және микро элементтеріне өте бай болып келеді. Сонымен қатар иммунитетті де көтереді және жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиетке ие. Сондықтан осы каркадеден жасалған сусынды пайдаланып көруге кеңес беремін. Егер сіздерге осы рецепт ұнап жатырса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Салқын күйінде тұтынған кезде балаларыңызға да өзіңізге де ұнайтын бұл сусынды міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.